Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде өте керемет тағам тауық етін көкөністермен бірге дайындайтын боламыз, яғни курица с овощами дайындайтын боламыз. Бұл тағам өте пайдалы тағам болып табылады, сондықтан да менімен бірге жасап көріңіз. Ендеше тамағымызды жасауға кірісейік. Бізге тауықтың төс еті мен көкөністер қажет болады. Көкөністердің барлығын алдын ала жуып дайындап алдым. Осылай кәдіні жартысын бөліп, жартысын ғана пайдаланатын боламыз, себебі біреуі көптік етеді, яғни бұл бізде кабачок. Осылай ортасынан бөліп, 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Көкөністер өте пайдалы болғандықтан көбірек қоса берсеңіздер де болады. Енді болгар бұрышымызды да алып, осылай дәндерінен тазалап, бұл бұрышты да 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Енді брокколиді турап шығамыз. Брокколиді қуырған кезде кішкене ұзақ уақытта ұстаған дұрыс, қатты болып қалмас үшін. Енді пиязды барынша майдалап турап шығамыз. Енді қызанақтарды да 4 бұрышты пішінде турап шығамыз. Сонымен біз көкөністерді турап болдық. Енді тауықтың төс етін алып, 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Табамызды отқа қойып, 50 грамдай сұйық май құйып, тауықты қуыруға кірісеміз. Көз мөлшерімен тұз бұрыш салып шықтым. Араластырып, одан кейін пиязды 5 минут шамасында бірінші салып, бөлек қуырып алатын боламыз. Пияз жұмсағанға шейін қуырамыз. Енді кәдіні, брокколиді және қызанақты салып, 5 минут шамасында тағы да қуырып алатын боламыз. Брокколиміз жұмсап қалды. Енді бір ас қасық томат пастасына 50 грамдай су құйып, үстіне құйдым. Енді үкіштен өткізілген сарымсақ салдым және ең соңында болгар бұрышымызды салып, баяу отта 5 минут шамасында тамағымызды пісіріп алатын боламыз. Болгар бұрышты ең соңынан салдым, қатты жұмсап кетпесін деп. Сонымен біздің тағамымыз дайын болды. Мен күрішпенен ұсындым, өте дәмді, тойымды және пайдалы тағам болып шықты. Сондықтан да менімен бірге жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, жүрекшені басуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтемін. Көп рахмет.